Солтүстік Қазақстанда «Мен чемпион» деп аталатын спорттық ойын басталды. Нұр Отан партиясының ұйытқы болуымен жалауын көтерген дода балаларды салауатты өмір салтын ұстауға шақырып, спортқа деген құлшыныстарын оятпақ. Қазір аудандық мектеп оқушылары өзара мықтыны анықтап, облыстық кезеңге жолдама алды. Басталды. Алаңда жас қыран мен достар құрама командалары. Алғашқы сындарда достарлықтар алға шыққанымен, жас қырандықтар екпін қосып, жеңіске жетті. Алғашқы кезеңде біз гимназия мектебін, Бешкөл екінші орта мектебін қалдырдық. Озерный үшінші орында қалып, біз бірінші орында алдық. Егер алғаш келесі ойындарды жеңсек, бірінші орын біздікі. «Мен чемпион» спорттық додасына облыс бойынша 5000-нан астам оқушы қатысып жатыр. Бәсеке өте жоғары. Сондықтан 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік атану оңайға түсіп жатқан жоқ. Осалдары орта жолда қалады. Ауданда 25 орта мектебі, олар бөлінді 5 бөлімге, солардың ішінде өткіздік. Енді осы сайыс өткеннен кейін ең күшті команданы Қызылжар ауданы облысына жібереді. Қазір аудандық ойындар аяқталып, оқпай оза шыққандар шешуші кезеңге жолдама алды. Дүбірлі доданың финалдық кездесулері наурыз айына оқушылардың көктемгі демалысына белгіленді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Дмитрий Рура, Солтүстік Қазақстан.